Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге ағылшын тіліндегі зат есім тақырыбын түсіндіремін. Ағылшын тілінде зат есім дегеніміз the noun деп аталады. Ең алдымен зат есім дегеніміз не деген сұраққа жауап алып алайық. Зат есім дегеніміз заттың атын, сонымен қатар түрлі ұғымдарды, түсініктерді білдіретін сөз табы болып табылады. Зат есім ағылшын тілінде де жалқы есім және жалпы есім болып екіге бөлінеді. Жалқы есімдер proper nouns, жалпы есімдер common nouns деп аталады. Яғни proper дегеніміз жалқы деген мағынаны білдіреді, common дегеніміз жалпы деген мағынаны білдіреді. Proper nouns, яғни жалқы есімдерге кісі аттары, қала, өзен, көл, тау аттары жатады. Мысал келтіретін болсақ, Әсем, Ербол, Алматы, Алатау, осы секілді басқа да зат есімдер жалқы есімге жатады. Келесі, жалпы есімге мысал келтірмес бұрын жалпы есімдердің түрлеріне тоқталып өтейік. Ағылшын тілінде жалпы есімдер екіге бөлінеді: саналатын және саналмайтын. Саналатын зат есім дегеніміз countable nouns, саналмайтын зат есімдер дегеніміз uncountable nouns деп аталады. Саналатын зат есім дегеніміз өзі аты айтып тұрғандай санауға болатын, санауға келетін зат есімдерді айтқанда қолданылады. Мысалы, a book, a person, a bag. A book дегеніміз кітап, яғни біз кітапты 1, 2, 3 деп санай аламыз, сондықтан да саналатын зат есімге жатқызамыз. Дәл осы секілді басқа да зат есімдер саналатын зат есімге жатады. Келесі, саналмайтын зат есімдер, яғни өзінің аты айтып тұрғандай санауға болмайтын зат есімдерді айтқанда қолданылады. Мысалы, tea дегеніміз қазақша шәй дегенді білдіреді. Шәй деп біз 1, 2 деп санай алмаймыз, сондықтан да саналмайтын зат есімге жатқызамыз. Дәл осы секілді butter, milk. Butter дегеніміз сұйық майды айтамыз, milk дегеніміз сүт. Міне достар, бүгінгі видео сабақ аяқталды. Сіздерге бұл видео сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.